Бәріңе сәлем достар, сіздермен біргемен бүгін біз Hypixel Skywars деген керемет мини ойнап боламыз. Достар, бүгін ерекше мереке, бүгін бізде жаңа жыл. Сіздерді достар жаңа жылмен құттықтаймын. Сіздерге зор бақыт, ашық аспан, зор денсаулық тілеймін. И достар, сіздерге кішкене жаңа жылда құр қалдырмай бір видео түсіріп қояйын деп сіздерге арнап Skywars түсіріп қойған болатын. Ал Let's Play-ға келетін болсақ, оған қам жемеңіздер, себебі Let's Play-дің уже мен бірінші сериясын түсіріп қойдым. И сол бірінші сериясын алдағы уақытта монтаж жасап, жақсылап тұрып, озвучка жасап салам. И былай қарап отырсақ, жаңа жыл өте тез келді. Кеше ғана бір сабақ басталған сәтте уже жаңа жыл басталды. И достар, осы серияда сіздерге айтатын жаңалықтарым бар. Бір-екі жаңалықтарым. И осылай былай қарап отыратын болсақ, так, бізге ештеңе түспеді киттардан. И қазір біз бір перкті улучшетсақ. Так, қандай перкті улучшетсе болады, мен әзірге білмеймін. Так, походу, осы кожный нагрудникті улучшеткен зоне. Иә, кожный нагрудникті улучшеттік. И достар, ендеше біз достар көп созбай, тезірек видеомызға кеттік. Сонымен достар, біздің ойынымыз да басталды. Так, бірінші ойынымыз. И достар, сіздерге бағана айтып кеткендей айтатын жаңалықтарым бар дегенмін. Достар, уже почти 2 апта болды, видео шықпады, себебі видео түсіретін уже кәдімгідей уақыт жоқ болды, себебі 90-ның соңында кәдімгідей тест, бақылау, сондайларға дайындалдық. Өшін түсініп тұрған шығарсыздар. Уже кәдімгідей компьютер ойна, Майнкрафт ойнағанға да уақыт болмады. Соның кесірінен кішкене видеолар түсіре алмай қалдым, өкінішке орай. Бірақ енді қазір сіздерге осы Skywars'та түсірейін деп кішкене еңбектенген жайым бар. И қазір монтаж жасап, жақсылап тұрып интернетке саламын. Бірақ енді 3 раунд болған соң, 3 раундтың өзінде жақсы ойнаймын деген ойдамын, себебі скиллымды жоғалтпаған, оның алдында кішкене тренировка жасап, осы видео түсірудің алдында кішкене дайындалған болатын. Бірақ енді қазір ойын барысында оның барлығын көре жатармыз. И мынадан не істеп тұр. Так, мені құлатсамаса, мен оны құлатам. Иә, өте оңай. Так, уже бірінші килл дайын. Даже 3 адам отты. Менмен қосқанда. Ал қарсыластарым 2 адам. Сол 2 адам тауып өлтіруге тырысайын. Так, бізде алмазный нагрудник, Protection 4. Өте жақсы. Сол достар өте жақсы. Так, и мына жерге келетін болсақ, мына жерде не бар екен? Бұл жерде өкінішке орай ештеңе жоқ. И мен бір адамды центрде көріп тұрмын. Так, оны өлтіру оңай деген ойдамын, себебі бұл лагать етіп отыр, мен де лагать етіп отырмын, бірақ бұны кәдімгідей оңай жеңдім. Иә, достар өте керемет. Так, бұның поможейін қазір алып алайық, себебі алмазный сет болу керек бізде. И соңғы адам қайда екен, соны білмей тұрмын, өкінішке орай. Так, маған өзі келсе екен. Отта, достар, азыр жоқ, өзі келді. Так, бұны блок хитпен қазір өлтіруге тырысамыз. Ода уже 8 жизнь, давай. Ай, 2 жизнь. О, достар, азыр жоқ. Біз көп сөзбай, 2-ші раудқа кеттік, достар. И біздің 2-ші раудта басталуға 3 секунд бар тағы да. Так, қазір тезірек сұмдықтарды ақтарып, оқты, жақсы қылыш деген бәкіл. Неден өзі. Так, мына жерде өкінішке орай железный паножы жарайды, ештеңе етпейді. И мына жерде онша емес, түк жоқ. Так, бізге уқтай гусь келді, гусь. Так, бұл нагрудниксіз оңай өлтірдік. Так, бұда бұлай аса ештеңе жоқ. Так, тағы да бір адам келе жатыр өкінішке орай бізге. Так, бұны да оңай өлтіремін. Иә. Ой, не қалайды, золотой нагрудникпен өзі. Оңай. Неге золотой нагрудник онша емес қой, железныйдан қарағанда. Так, центрге строить етіп, так, насынықта не бар екен көрейік. Ё-моё, достар, сила 5. Бол, достар, сила 5-пен біз таш кетеміз деген ойдам, себебі сила 5 мен қолыма түскен кезде мен уже как-то мерген болып кетемін, басында болып кетемін. Как-то скиллым ашып кетеді сила 5 қолыма түскен кезде. Так, что-то ешкім жоқ сияқты. Насынықтарды ақтар кет. И қазір адамдарды іздеп көрейік. Так, опа. Артына тобы. Кім екен? Так, мына жерде что-то біреу тұр.
Так, былай қарап отырсам, и мына жерде тағы да бір адам тұр, бар болғаны 4 адам. Менімен қосқанда 5. Бізге жақсы нагрудник түсті. Так. Опа, мынау келді ғой бағана. Бұны қазір жетерлікпен өлтірем деген ойдам. Так. Давай өл, блин. Ё-май, 800, давай. 3. О, базар жоқ. Өте керемет. Так, реген тастап аламыз, себебі артымыздан келіп біреу өлтіріп кетуі мүмкін тағы да. Қарақ қояйық былай. И достар, бізде паножы жоқ екен, паножыды былай алып алайық. Себебі бізде алмазды сет болу керек. Я тезірек киіп алайық. Так, мына адамды ата тұрайын. Себебі бұл адам қазір кішкене қашып жүр. Арттан келіп өлтіріп кетпесе, бұны өлтіруге жағдайымыз бар. Сәттілікке орай. Так, мынау кішкене баррикада жасап қорғанып жатыр бізден. Бірақ қалған адамдарды қаяқта екенін білмеймін. 3 адам қапты, менімен қосқанда 4. Так, адам көрмей тұрмын. Оппа! Адамды іздеп едім, тура алдымнан келді. Бұл мені байқамаған сияқты болды. Так. Уже 1 килл, 4 килл даже. 1 емес, 4 килл. Так, осы 2 адамды өлтіретін болсам, 6 килл болады. Так. Мынау что-то жол саватыр. Атып кішкене мантра жасатайық. И мынау кішкене, мынада қанша жизнь, әлі 13 жизнь бар екен. Садақтарым көбісі тиметр. Анау қашып жүр. Так, давай. Что-то тиметр. Опа, тиді. Так, тағы да тием екен садақпен. Опа, тиді достар. Енді соңғы оқ қалды. Ода 3-ақ жизнь. Давай, соңғы оқ. Давай. Ес, достар, базар жоқ. Easy. Енді біз көп сөзбай достар. Келесі 3-ші раундқа көштік. Кеттік. Тан-дан. Я достар, өздеріңіз көріп отқандай 3-ші раундта басталды. Бағана 6 килл болу керек еді, бірақ ана адам тоқтап кетті ма, түсінбей қалдым. Так, мына жерде жақсы қылыш бізде, в принципе де қойып. И бізде жақсы броня. Өте жақсы, просто аяқ киім ғана железный екен, ешіне кетпейді. Так, біз бірінші мына көршімізге барайық. Так, мына көршімізді қазір оңай өлтіремін деген ойдам. И мынау что-то мынау походу білмей қалды ойдым. Неждан шығып кеттік. Так, и опа, мынау көршіміз келді қайттан, бұны да огурниксіз екен, оңай өлтірдік. Так, бізде былай қарап отырсам, жақсы алмазный аяқ киім, ол өте жақсы. Так, бізде басқа ештеңе жоқ. Реген тастап аламыз да, и золотое яблоко өкінішке орай бірақтал екен. Бірақ жарайды. Қазір тезірек центрге барамыз деген ойдамын, себебі центрде уже менің ойымша адамдар көп тұрған сияқты. Так, что-то блокты дұрыс емес қойып кеттім ғой. Жарайды. Ештеңе етпейді. Так, бұл жерде адамдар жүр центрде. Так, походу 2 адам соғысып жатыр. Барып, кішкене подсосқа келіп кету керек. Бізде уже 2 килл, бар болғанда 7 адам бар. Так. Оппа. Так, бұл мен байқамады. Бұны оңай ұшырам. Ох, ё-моё, базар жоқ, өлді. Мен өлмей қаламады ойлаған едім. Бірақ өлді. Сәттілікке орай, и мына адам маған садақпен атып қояды. Бірақ мен одан қарағанда мергенірекпін. Так, анау адам өзінен өзі құлап кетті. И мына адамға қазір садақпен атып тұрайық. 2 оғымда тиді. Так, 3 оғымда тиді. Базар жоқ, 4 оғымда тиді, достар. 4 оғымның барлығы тиді. И қазір мынаған тез барып өлтіріп тастау керек. Так, мынау қалай строить етіп саған? Қуады екен ғой кішкене. Так, 5 жизнь. О, базар жоқ. Өлтірдік, оңай. Бізде уже 4 килл, енді соңғы адам қапты. Енді сол соңғы адамды өлтіріп 5 киллға шейін жеткіземін деген ойдам. Егер өзім өліп қалмасам. Так, қалай айтсам болады? Мынау қазірге қорғанып алды. Енді бұның қорғанысына кіру үшін бір тактикалар қолдану керек. Мына что-то профессиональный игрок сияқты ғой. Жақсы қорғанғанда қарағанда. Так, бұда қазірге 9-ақ жизнь, и ол қазір какой-то зелье ішіп алдым, әлде алмаз жеп алдым, білмей тұрмын. И жауып алды өзім. Так, мен қандай тактика қолданарымды білмей тұрмын әзірге орай. Менде даже не жоқ, балта жоқ. Так, лава бар ма екен? Так, лава да жоқ, өкінішке орай. Не істесем болады? Непонятно көп тұрмын, бізде кирка бар. Бірақ енді ол киркамен кішкене
тасты сындыра аламын, бірақ ана ағаш сындырған кішкене ұзағырақ. Так, оппа, мынау шығып қайттан кіріп жатыр ғой. Ай бәле, я. Енді мен осыда өліп қалмасам ет болады енді. Так, скорее всего, егер осы видеоны көріп отырсаңыздар, демек мен өлген жоқпын. Уже болашақты болжай берейік. Так. Мынау не істеп жатыр өзі? Непонятно көппін. Так, сундуктың обновлениясына 5 секунд бар әлі. Так, уже. Так, обновление болды. И мына жерге құлап кетпес үшін осылай блоктар қойып. Так, бізде әзірге түк жоқ. Оппадан шығып баратыр. Оппа. Қайттан кіріп алды бәле. Так, бізде лава бар, бірақ инвентарын толып кетті өкінішке орай. Блин. Мынада бір бәле болды ғой аяқсына. Так, уже жизнім барған сайын азайып баратыр. Өкінішке орай. Оппа. Оппа, давай. Чешуйца, база жоқ, достар. Чешуйцаның арқасында біз, достар, жеңіске жеттік. И, достар, базар жоқ. Өте керемет. Сіздерге осы ойын 3 раунд ұнады деген ойдам. Егер ұнаса, міндетті түрде лайк қойып, комментарий жазып, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен MCM алдағы жаңа жылды жақсы қарсы алып, жақсы көңіл күймен, жақсы ниетпен қарсы алыңыздар. Себебі 2017 сіздерге табыс, бақыт, денсаулық әкелсін. Сіздермен болғанмен MCM қош, сау болыңыздар. Чау.